Бәріне сәлем достар, бүгін мен сіздермен цезарь салатын жасаймын. Каналға тіркелмеген болсаңыз, алдымен тіркеліп, қоңырауша белгісін басып алыңыз. Мерекелік дастарханның сәнін келтіретін цезарь салатын менімен бірге жасаңыз. Алдымен тауық етін турап маринадтаймыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп тураңыздар. Өте қатты, қалың немесе жұқа болмауы керек. Енді маринад үшін 4 ас қасық сұйық май, жарты шай қасық паприка, тұз, крахмал және де 1 чеснокты майдалап саламыз. Барлығын салып, жақсылап араластырып, 20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Айсберг капуста, 2 помидор және 5 жұмыртқаны дәл видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Черри помидордың орнына кәдімгі үлкен 2 помидорды қолдандым. Дәл видеодағыдай етіп кессеңіздер болады. Мен бұл жерде тауықтың жұмыртқасын қолдандым. Егер сіздерде бөдене жұмыртқасы болса, соны қолдануға болады. Енді маринадталған тауық етін қызып тұрған табада майсыз қуырамыз. Достар, бетін жауып 5-7 минуттың ішінде пісіріп алуға болады. Арада қозғап тұру керек. Алдымен капуста мен помидордың үстіне майонез салып жақсылап араластырып алдым. Достар, негізінен цезарьдің өзінің соусын жасауға болады. Мен оны жасаған жоқпын, бірақ сіздерге рецептісін описанияға қалдырып кетем. Ендігі кезекте барлығын ыдысымызға салып жайғастырамыз. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар болады. Теркадан өткізілген сырымызды бетіне сеуіп және майонез сеуіп
тағы да сол кезекті қайталайтын. Достар, осымен біздің салатымыз дайын. Көрінісі әдемі, дәмі де керемет шықты. Сіздерге видео ұнап жатса лайк басып, комментарийға пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Және де мені жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз.